оған жазғың келсе, жаз. Онымен сөйлескің келе ме? Сөйлес. Бірінші барып оны свиданияға шақырғың келе ме? Шақыр. Бірінші шаг жасаған келе ме? Бірінші шаг жаса. Ертең бірнеше жыл өткеннен кейін зря мен оны істемедім, зря бірінші істемедім дейсің. Біз оны жасамағанша дейін уақыт өте келе ол күшейе береді, өсе береді, желание арта береді. Кейде еще мозгымыз өткен шақты еске алып, кәдімгідей, блин, солай істеу керек еді, я так сильно хотела деп, бірақ уже настолько қатты кешті, сен уже өткен шаққа оралмайсың. Анау миың ғана ойлай береді, страдать ете береді. Лучше қазір сол нәрсені қателік болып тұратынын білсең де, қателік болатынын білсең де, алып просто жасай сал. Істей салшы, бәрібір ғой, бәрібір. Өмір бір уақыт қана істей салшы. Взаимно емес екенін білсең де, мына іштегі нәрсе шығу керек сыртқа. Мына іштегі нәрсе сыртқа шыққан кезде ғана сенің жаның тынышталады. Осознанно миыңа қанша рет типа олай істеуге болмайды деп айтқан нәрсе наконец мына жүрекке өтеді да. Жүрек оны түсініп ол жаңағыдай автоматик уже не хочу болады, просто не қалағым келмейді, я достойна большего деген нәрсе сол кезде оянады. Миға айтқанша, миың нәрсе айтып, окружение айтса да, ол нәрсе саған жетпейді. Сен нәрсені попробовать етіп көріп барып, ішкі жаныңнан бала сезініп барып қана ол нәрсе болады. Ол нәрсе наконец ақылға да, жүрегіңе де жетіп, ешқашанда уже ол нәрсені қайталауға да тырыспайсың. Жаныңнан просто уже керек емес, де уже осознанно, мудро қабылдайтын болады. А егер сол қателік жасай беретін, ойлай беріп, бірақ істемейтін болсаң, ол сені әрі ұзақ уақытқа дейін мучить етеді. Мен точно уәде беремін бұл нәрсеге. Сен комментарий жазып кет, өзінің намысын бірінші маңызды ма, әлде все-таки жүрегінің қалағанын істедің бе? Және де қалай бұл туралы ойлайсың, өз кеңесіңді жаза кет, өзгелерге өте пайдалы болады десең. Және де профильге кіріп көптеген кеңестермен стиль жайлы лайфхактарды білсең болады, жоғалту үшін тіркеліп қой. Так что, қол тасты алып тастаймыз, ал действияны жасаймыз.